Біреуінің давлениесі бар, а біреуінде сахар 35-ке дейін көтеріледі, инсулинозависимый. Вот кеше мен результаттарын сұрадым. Давлением нормализация етті дейді, біреу айтады. Екіншісінің жаңа сахары 35-тен 20-ға түскен. Оказывается, 35-ке көтерілгенде инсулин алады екен, уколды өзіне өзі салады. Енді мына 20 менен тұрғасын дейді, қалыпты. Шай алғанына 2 жеті болған жоқ әлі. 4 күнде бастап результат бере бастап дейді. Енді инсулинді бермей отырын дейді, 20 болған. И давлениесі нормализация. Инсулин 5-5 болыр. Керемет. Енді қараңыз, бүгін Сәуле апамыздың өзінің жан-жақты тума-туысқаннан жақындардың арасында осындай жақсы результаттар шыққасын апамыз етін бөлісіп отыр. Біздің қазақ еліміз, жан-жақты адамдарымыз, вообще халық мына өзіміздің елімізден шығып атқан табиғи шөптің емдік қасиеті қаншама таза екенін аптекаға қазір уже ұмытып жатыр жолдарын. Сондықтан да керемет осы Асан Мырзаның өнімдерін алып, бәріміз денсаулығымызды дұрыстайық. Ұлтымыздың, еліміздің, болашақ ұрпағымыздың денсаулығы таза болу керек. Рахмет сізге, Сәуле апа.